Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен құлпынай бәлішін пісіретін боламын. Өте жұмсақ, өте керемет, дәмді, күшті шығады. Жалпы бәліштің қамырын екі түрлі әдіспен дайындап көрдім. Яғни менде екі бәліш пісті. Біреуін миксерлеп, екіншісін кәдімгі винчикпен соғып дайындап көрдім. Қалай шыққанын көру үшін видеоны соңына дейін үзбей қараймыз, және де видеоны қарамас бұрын мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бірінші әдісінде 4 жұмыртқаға қант салып, оны әбден ақ көбікке айналғанша миксерлеп алдым. Ал бұл екіншісі венчикпен соғып дайындаған пирогым. Біріншісіне қарағанда бұл көтерілмей қалды. Сондықтан да миксермен дайындағаныңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Енді дайын болған жұмыртқамыздың үстіне сұйық май, сүт құйып, тағы да аздап миксерлеп алдым. Одан кейін бұған, яғни 4 жұмыртқаға мен 450 грамм ұн қостым. Бірінші ұнға қопсытқышты араластырып алдым, яғни разрыхитель. Сосын оны жұмыртқаға қосып, жақсылап тұрып араластырып алдым. Осы жерде айта кетейін, менде құлпынай мұздатқышқа қатырылған түрі. Құлпынайға араластыруға сахарный пудра алуға кеткен болатынмын. Сөйтіп монтаждау барысында осы бір кадрды көріп қалдым. Осылайша құлпынайға алдымен сахарный пудраны араластырып алдым. Әбден араласқаннан кейін қамырыма қосып, оны тағы араластырып алдым. Айтпақшы, осы кезде 180 градуста пешімді қыздырып қойдым. Сосын тортқа арналған осындай форма болсын, или пирогқа арналған таба болсын, бірінші осылай майлап дайындап аламыз, жабысып қалмас үшін. Сосын жаңағы қамырымды құйып, жайғастырып, 180 градус қызып тұрған пеште жарты сағаттың көлемінде пісіріп алдым. Әрине, пісіру барысында спичканы қамырға тығып көреміз, толық піскен піспегенін. Спичкаға егер қамыр жабыса, онда толықтай піскен жоқ деген сөз. Осылайша пирогым өте әдемі көтеріліп жақсы пісті. Оның бетіне сахарный пудраны сеуіп жатырмын. Ал ендеше қалай шыққанын бірге көрейік. Барлық әйелдердің, қыз-келіншектердің осы торт піскеннен кейін кесіп жатқан сәті ең қобал жейтін сәт қой. Ортасы қалай шықты екен, дұрыс пісті ма, піспеді ма деп. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай өте керемет болып шықты. Сенімімді ақтады десем де болады. Күткенімдей. Ал құрметті көрермендерім, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Отбасыларыңызға дайындап жатсаңыздар ас болсын. Қалай шыққан туралы комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Сау болыңыздар.